Айтамыз. Алыстағы ақштан келген Жолтай, Америка азаматы Жоэл Адамсон неліктен Қазақстанды өз үйі санайды? Мейманымызбен студияда танысамыз. Біз қазақша үйреніп жүрген кезде Қазақстан тәуелсіздігін алды. Осылай деп әңгіме бастаған америкалық азамат Жолтай мырза жайлы бағдарлама барысында айттық. Жолтай ағатайымыз студиямызға дәл қазір келіп жайғасты. Қош келдіңіз. Жолтай дейміз ғой, Әсілінде Жоэл Адамсон. Америкалық консалтингтік компанияның президенті деп таныстырайықшы, бірақ жаны қазақ, өзінің есімін қазақша атап жүрген Жолтай мырза. Жалпы енді бүгінгі образыңыз өте әдемі, тақияңыз әсіресе қандай жарасымды. Күнде киіп жүресіз бе, әлде бүгін арнайы эфир үшін киіп келдіңіз бе? Жоқ, мен күнделікте күн сайын киемін. Рахмет. Неге Жолтай? Кім таңдады болады? Жоэлға ұқсағандықтан Жолтай деп қоя салдыңыз ба? Әлде біреу кеңес берді ма? Жоқ, бір қазақ досым сөйтіп бірінші Қазақстанда келгенде, оларда Жоэл дұрыс айту, шетелден адамның аты айту дұрыс айту қиын. Қиын болды, Қиын, сол мен ол айтты, Жолтай деп келеді. Біз ат қойдық, атырамыз ғой. Аты қойған. Содан бері Жолтай болып кеттіңіз. Дұрыс. Төңірегіңіздің бәрі сіз Жолтай деп атайды. Дұрыс. Қазақстанға сіз 90-91 жылдар көшіп келдіңіз ба? Со мына айтайын, қандай мақсатта айтайын. Себебі мен Лос-Анджелес қаласының тумасымын. Әйелім де сол қалада өсті. Екеуміз университет қабырғасында таныстық. Ал аспирантура оқығаннан кейін мен қоршаған ортаны қорғау жауапты инженер мамандығын алып шықтым. Ал жұбайым денсаулық қоғамында білімін бітірген. Менің әйелім сол жағынан оның әке-шеше Стон, әйелім Стон қызы. Және олар оның түбін шыққан тегін отбасының тарихын жеттік білгісі келді. Және сол кезде заманда осы американдықтарға кеңес одағы құрамындағы елдерге саяхат бару өте қиын еді, виза бермейтін. Алайда сол кезде Қазақстанға шетелдіктерге 1990 жылы Қазақстанға келуге ашылған даярлық курсында бір жыл қазақ тілін үйренуге мүмкіндік берілді. Сол үшін біз бірінші алдын ала ойлағанымыз, бізді тек қана бір жыл оқимыз, сосын Америкаға қайтамыз деп жоспарлаған едік. Басында солай ойладыңыз. Біз ойлағанымыз, болашақта балаларымызға, немерелерімізге кеңес одағы туралы әңгімелеп береміз дейтін біз. Алайда сол кезде біз екеуміз Лос-Анджелесте инженер болып жұмыс істейтін біз. Сол бізді Қазақстанға келіп, оқыған. Қазақ тілін меңгеру қалай болды? Қиын болды ма? Бір жылдың ішінде еркін сөйлеп кеттіңіз бе? Жоқ, әлде жай ғана база қалыптасты ма? Жоқ, әрине бір жыл ішінде ешкім бүтінді. Мен келгенде сәлеметсіз бе деген сөз білмедім. Сол әрине нөл бастап, сол әрине бізді бір жыл осы университет оқығаннан кейін біз екінші жыл өзіміз мұғаліміміз жалдап, оқуымыз жалғастырдық екінші жыл. Екінші жылдан кейін бізді қайтамыз деп жоспарлаған кезде жұмыс істеу мүмкіншілігі ашылды. Сол біз Қазақстанда жұмысты бастады. Және біз орыс тілін білмегендіктен біз жұмысымыз ағылшынша қазақша жүргізген бастады. Бірақ сіз айтып отырсыз, орыс тіліне қарағанда қазақ тілін меңгеру оңай болды деп, орыс тілін біз жақсы білмейміз. Және орыстың грамматикасы ағылшындар үшін өте қиын. Біз жек көреміз орыстың грамматикасы. Қазақ тілінің грамматикасы оңайлы. Және біздің басымыз екі бүтін тіл терең үйрену жетпеді. Біз қазақ тілін үйренеміз деп шешкен біз. Енді сол 90-91 жылдардан бастап елде бізде Қазақстанда ғұмыр кешіп жатырсыздар, өмір сүріп жатырсыздар. Жұмыс барлық осы. Осында сосын соның кейін бір жыл жұмыс істедік. Сосын Mobil Oil'да компанияда мен кірдім. Exxon Mobil қосылған кезінде Алматыда Mobil Oil компанияда жұмыс жасадым. Соның кейін оларда теңге Chevrolet'да жібергені мені Атырауға аударып
және бірнеше жыл Атырауда жұмыс істедім. Сонан соң мен сол кезде ExxonMobil'ды адаммен, бірақ олар уақытша Chevronға берілген, теңге Chevron'да жұмыс істеу. Сонан кейін олар Россияда жіберген, жарты Мәскеуде жұмыс істедім, және Сахалин аралда жарты жыл. Бірақ ауырып қалдым, сосын Америка қайту, ем-дом алу үшін. Ем алдыңыз, қайттыңыз, бірақ қайта оралдыңыз, қазақ тілін ұмытып қалмадыңыз. Енді, Жоэл мырза, Америка азаматсыз, Америка Лос-Анджелестің тумасысыз, Қазақстанда ғұмыр кештіңіз, Қазақстанның гүлденуін бірге көріп келе жаттыңыз. Енді екі елдің арасындағы бір ұқсастықтар бар ма? Американдық пен қазақ азаматтарының қандай бір ұқсастықтары бар? Ұқсастар көп. Негізі адам керек нәрсе, мінезі, ойы, әрине мәдениет әртүрлі болады, және ұқсастан жерлерде болады. Және әр халқы өз әртүрлі адамдар болады. Қазақ мақал айтты, бес саусақ бәрі бірдей емес. Сол сияқты Америкада сондай болады, қай жерде бәрі болады сондай. Бірақ Қазақстанның мәдениеті ерекшелігі маған ұнайтын да бар. Себебі не жағынан, мысалы, отбасылық, ең маңызды отбасылық. Құндылықтар, оларды көп құрметтейді, отбасылық қарайды, балаларды. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген сияқты ғой, дұрыс. Еуропада бұл жағын дақсайтын шығар бәлкім. Дұрыс. Бірақ Американың мәдениеті, және Американың мәдениеті 100 жыл бұрын сондай болған Америкада. Бірақ қазір жаңа заманда көп адамдар егеушіл, өзі туралы ойлайтын болды. Эгоист дейсіз. Эгоизм, орысша эгоизм деймін. Өзімшілдік қазақша. Қазақстан, қазақ мәдениеті сол маған ұнайды. Оларды қонақжайлығы, және өзіміз мақтап. Біздің, мысалы, менің өзім отбасым әдімсін, біздің салт-дәстүріміз бар. Жыл сайын біз бір жерде жалдап ала, Америкада қонақ үй жалдап аламыз, 30 арымсын, менің фамилиям Адамсын, 30 арымсын жинап, және біз бір апта бірге демаламыз бірігіп. Осыны Қазақстаннан алып бардыңыз ғой Америкаға, жоқ, тек қана бірақ менің туысқандар Америкада, Америкада сол сияқты біздің отбасылық өте маңызды. Менің өзім сол үшін қазақтың мәдениеті сол жағынан өте жақын сезіп қаламын. If you see it, you be it, көрген нәрсеңді. Оларды өзімнің аласың, және сондай бола аласың. Менің өзім отбасым сияқты мәдениет. Тамаша. Екіншіден, қазақ мәдениеті, оларды мысалы бата беру, тамақтан кейін оларды қол жайып, Аллаға рақымдылық айтады, сондай өзі тілінде, сондай сол маған. Сіз бата бере аласыз ба? Бата беремін. Жақсы, біздің программаны аяқтар кезде міндетті түрде бізге бата бересіз, Рахмет. Сол бата беру деген мәдениеті өте жақсы, өте қатты ұнайды. Себебі және тек қана араб тілін емес, басқа тілін, өзің қазақ тілінде бата беру, негізі Құдайда ақ бата сұрау өте жақсы мәдениет. Басқа жерде, басқа мемлекет, басқа жерде олар жасамайды. Мен бір ай бұрын демалысты Малдивде болды. Оларда мұсылман жерде. Бірақ оларда мен сұрадым, әдейі сұрадым. Сен де қол жайып, тамақтан бата бересің, өзің тілмен. Жоқ, біз сондай жасамаймыз деп. Мен таң қалдым. Мен ойладым, бәрі мұсылман жерлері бата айтады өзі тілмен. Оларды, жоқ, біз тек қана араб тілін дуайтеміз. Мен айтып, өзің тілмен дуайту жақсы деп. Жолтай мырза, бізде тағы бір қосылымда кейіпкер бар, Алдағы уақытта жарнамадан кейін, бізге тағы да Ресей азаматы Иван Червинский деген кісі қосылады. Сол үшін алыстамаңыздар. Сонымен, Жолтай мырза, мен мынандай бір нәрсені сұрайын деп отырмын, соңғы сұрағым болсын. Біздің қазақтардың сізге әсер еткен қандай да бір мақал мәтелдерін білесіз бе? Қысқа нұсқа жауап бере кетіңізші. Қандай мақал? Мақал, мысалы,
иә, сол мақалматтерді маған қатты ұнайды, себебі осы арқылы мана үлкендер, жастар жақсылық көрсетеді, жақсы тәлім береді. Мен көп жатып алған жоқ, осы мақалматтар, мысалы, олар бәрі етке сорпа бетке деп, сондай қысқа. Ет жеген жақсы көресіз жақсы. Иә, сол қазан ет жақсы көремін, иә, кодинг еті жақсы көремін. Жақсы, енді қызық әңгіме әлі де жалғасады, ал қазір қымбатты көрермен шағын жарнамаға шығайық. Қазақтың өзінің төл өнімдері бұл кез келген азаматқа күш қуат береді дейді. Енді Жоэл мырзамен әңгімені жалғастырайық. Иә, етті жақсы көрем дейді. Осы жерде сұрайыншы, сізші біздің ас мәзірінен қай тамақты жақсы көресіз? Біздің Сол ет, қойдың еті, беспірмақпен, етпен, бауырсақ көп жейтін бұрын, қазір менде кето диета ұстайтын болғандықтан мен көп үн тағамдар, бауырсақ жемейтін болды. Бір ет ең жақсы. Еттен бастап. Үйде ет дайындайсыздар ма? Иә, әйелім өзі үйренген, өзі қамыр қолмен жасауға болады, қазақша, және ол сол бізді жылқы ет жейміз, қойдың еті, бірақ қойдың ең жақсы көретінім. Америкада қойдың еті өте қымбат, осы жерде арзан. Деликатес дейсіз ғой ол жақта. Жалпы енді отбасы мүшелеріңіз де қазақ тілінде сөйлей ме, жарыңыз? Иә, бізді Атырауда тұрған кезде менің балаларым қазақ мектепте оқыған. Сол оларда менде бір қыз балам, бір ұл балам бар. Бірақ бізді Россияға көшіп кеткенде, және қайтқанда, ол көп 20 жылдай бұрын болды, сол олар әрине үмітіп қалған, олар қазақ тілін, олар бұрын сөйлегені. Бірақ олар бұрын Қазақстанда тұрған кезде, олар судай сөйлейтін басқа балалар сияқты болған. Қазіргі жұмысыңыз туралы айтып кеттіңізші, бағана? Иә, айтайын, менің әйелім, қызым үйленген, күйеу балам бар, және немерем бар. Оларда Техас штаты тұрады, Астын қалада тұрады. Иә, менің жұмысым, қазір айтайын, сол 3 жыл бұрын Қазақстанға қайтып келдім, Америкадан, осы ауру жазылғаннан кейін. Және менде бизнес-консалтинг компания құрылдым. Мына біздің келісім шарт бойынша Қазақ Инвестпен бірігіп жұмыс істеп жатырмыз. Біздің мақсатымыз шетелден ірі инвесторлар, ірі компаниялар шақыруға Америкадан, Кореядан, Голландиядан завод салуға, жаңа технология алып келуге, және завод салуға, және жергілікті жұмысының орынды көбейтуге негізі. Қазақстан экономиясын ілгерілетуге қызмет атқарып жатырмыз дейсіз ғой. Жоэл мырза, сөз соңында уәде еткенде сізден бір бата сұрайықшы. Иә. Бағдарламамызға, жалпы осы біздің арнамызға, көрермендерге. Біздің рейтингіміз жоғары болсын деп. Иә. Сол бізді қолымыз жайып, Алла тағала, сенің бізге деген жақсылығың мен мейірімің үшін алғыс айтамыз. Біздің жүрген жолдарымыз өзіңе ұнамды болсын. Сенімімізді нығайтып, бізді жетілі көрші. Тәңірім, барлық уақытта данлық пен парасаттылық бере көр деп сұраймыз. Осы бағдарламама және Қазақстанға еліне ақбатан сұраймыз. Қазақстанның керемет жасасаң, жұмыс Қазақстанның кедергілер, мұқтаж адамдар сақтап жұмысты бере көр. Бәрі сенің дуаларымызды қолына тапсырамыз. Аумин. Рахмет. Рахмет сізге. Көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз тәмам. Бұл жібек жолы арнасынан тікелей эфирде күнделікті хабар тарататын жаңа жоба. Қымбатты көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз, ертең қайта жолыққанша дейміз. Күн сайын 12:00-де біздің арнаны бүгін бағдарламасын қосыңыз, тікелей эфирде ертең қауышқанша.